нұрын шашқан ғылым дейтін құнардың, Әл-Фараби төл перзенті Тұранның. Адамзатты білгірлікпен емдеген Ибн Сина Тұран жерін төрлеген. Көк күмбезі мен мұндалап тұратын, ел билеген Әмір Темір мұраты. Есім ханның естілігі халықтың санасында мәңгі сөнбес жарық күн. Хан Абылай қалың елді басқарған, Түркістанның топырағын жастанған. Кенесары қазақ үшін жан берген, шыбын жаны қиылыптау тар жерден. Бисмилля деп баян еттім, хикмет айтып. Шәкірттерге дүрмен гауһар шаштым міне. Жанды жалдап, қайғы шегіп, дәптер сәни сөзін аштым міне. Сөзді айттым, кімдерге де етсе талап. Ашық сөйле, жақын жанды жанға балап. Ғәрі, пақыр, жетімдердің басын сипап, діні қатты, халықтан қаштым міне. Қайда жүрсең, көңіл жұмсақ, сыпайы болғыл. Көре қалсаң, мүсәпірді дәмдес болғыл. Мақшар күні құзырына жақын болғыл. Мен менсіген халықтан қаштым міне. Ұстаз, шариғаттағы біз түсінбеген араб сөздерін түрік тіліне аудардыңыз. Өз хикметтеріңіз арқылы да адамгершілік пен мейірімділіктің нұрын шашудасыз. Ұстаз, қасиетті яссы топырағына руханияттың дәнін егудегі мақсатыңыз не екенін білуге бола ма? Қасиетті Құранды түрік тіліне тәржімалағандағы мақсатым, мына момақан халық ең болмаса қасиетті аяттардың түпкі мәнін түсінсе, жүректеріне қонақтатса деймін. Ұстазымыз Жүсіп Хамадани Алланың асыл сөзін түсіне алмай жатқан пенде көрсеңдер, дереу түсіндіру үшін көмекке ұмтылыңдар дейтін. Өз уақыты келгенде яссы топырағы ғылым мен білімнің, мәдениет пен өнердің рухани ордасын айналады. Мен оған сенем.
көктемнің жаймашуақ керемет кезінде осындай маңызды шарада кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Осы орайда ұйымдастырушыларға, Түркістан облысы әкімдігіне, Түркістан қаласы әкімдігіне іс-шараны ұйымдастырған үшін және біздерді ортаға ой салу үшін шақырғандарына алғысымызды білдіреміз. Халқымызда тарихын білмеген елдің болашағы болыңғыр деген дана сөз бар. Киелі Түркістан тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі жұртының тарихынан сыр шертетін қасиетті мекен. Түркі дүниесінің алтын тамыры ғасырлар бойы ұлттың рухани, мәдени өмірінде ерекше орын алған көне қала. Рухы мықты ел, мәңгілік ел дейді дана халқымыз. Қазақ руханиятының темір қазығы болған Түркістан қаласы осыдан 560 жыл бұрын ту көтерген қазақ хандығының саяси елордасы болған мекен. Хандықтың іргетасы қаланғаннан бастап, қазақтың талай игі жақсыларымен, игі жақсысы билік жүргізіп, елге төрелік айтқан 200-ден астам хандар мен батырлардың, би шешендердің мәңгілік мекен тапқан киелі жері. Сонымен бірге түркі жұртының орталық Азия мен Қазақстандағы теңдессіз тарихи жәдігері Түркістанның жүрегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан жер екенін ерекше атап өткім келеді. Түркі елінің астанасын дәріптеу, тарихымызды құрметтеу, болашағымызға жол ашу. Осы негізде 2018 жылы Түркістан облысы облыс атанып, және де Түркістан қаласы облыстың орталығы болғаннан бастап, біршама ауқымды жұмыстар атқарылды. Өңірде жаңа мәдени орталықтар, заманауи ғимараттар салынып, тек қана құрылыс қана емес, жалпы экономикадағы жағдай еселеп алға ілгеріледі. Былтырғы жылдың көрсеткіштерін сол кездегі облыс құрылғандағы қалаға облыс орталығы мәртебесі берілгеннен бастап 18 жылмен салыстырсақ, жалпы өңірлік өнім көрсеткіші 453 миллиардқа жетіп, 6 есе өсіп отыр. Шағын және орта бизнес субъектілері 10 мыңнан 22,3 мыңға, шағын және орта бизнес субъектілерінің бюджетке түсімі 260 миллион теңгеден 2,5 миллиард теңгеге, яғни 10 есе артқан. Сәйкесінше қала бюджетінің кірістері 14 есеге, немесе 3,1 миллиард теңгеден 46 миллиард теңгеге дейін өсті. Сонымен қатар, соңғы 5 жылда қалаға келіп отқан туристердің саны миллионнан асатындығын онда көріп отырмыз. Осы ретте қала облыс орталығы болған уақыттан бастап республикалық бюджеттен де біршама қаржы бөлініп, қолдау көрсетіліп отқандығын атап өтеміз. Яғни сол 2018 жылы қалаға бөлінетін республикалық бюджеттен трансферттеріміз 13 миллиард теңге болса, 2024 жылы 72 миллиард теңге шықты. Яғни 5 есе артып отыр. Осы ретте де енді үкіметтің Түркістан қаласына ерекше тұрақты ден қойып отқандығын білдірсе керек. Түркістанды танып білу, оны қадірлеу, ол біздің ұрпақ алдында қасиетті парызымыз. Осы орайда Түркістан қаласының келбетін және аумағында орналасқан тарихи, мәдени мұра объектілерін сақтау маңызды мәселе. Оған қоса түркі мемлекеттері ұйымы Түркістан қаласын түркі әлемінің рухани астанасы ретінде таныды. Міне осы аталғандардың бәрін ескере келе, мемлекет басшысы Түркістан өңірінің тұрғындарымен кездесу барысында қалаға рухани және тарихи орталық ретінде ерекше мәртебе беруді тапсырған болады. Міне нәтижесінде үкімет жергілікті жұртшылық пен депутаттар, тәуелсіз сарапшылар, қоғам қайраткерлер және ғылым қауымдастықтарының өкілдерін бірлесе отырып, Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы заңын әзірледі. Және де түркілердің жыл бастауы наурыз айында мемлекет басшысы заңға қол қойды. Осы мүмкіндікті пайдалана отыра Түркістан жұртшылығын, жалпы облыс тұрғындарын осы заңның қабылдануымен, яғни тарихи сәтпен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Енді ел арасында осы заң қабылданғаннан кейін бар, ол заң бізге не береді деген сұрақ орынды қойылады. Ол заң бізге Түркістан қаласын еліміздің рухани, тарихи, мәдени, туристік орталығы және сәулет мұрасы ретінде қалыптастыру, дамыту және оның жұмыс істеу үшін жағдай жасауға
қаланың тарих және мәдениет ескерткіштері мен мұрасы объектілерін, оның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қорғау аймақтарында орналасқан объектілерді басқарудың, сақтаудың тиімді жүйесін құруға, сондай-ақ Түркістанда археологиялық ескерткіштердің резерватын құру, ұлттық қолөнер саласындағы шеберлерді қолдау және ерекше атап өтетініміз ол Қожа Ахмет Яссауидің рухани мәдени мұрасын зерттеу, зерделеу және кеңінен таныту. Кесене айналасындағы құрылысты шектеу мен халықтың жүріп тұруы шектеулі топтарын қоса алғанда барлық туристер үшін туристік объектілерге қолжетімділікті қамтамасыз етуді береді және де басқа да көптеген новеллалары осы қабылданған заңда бар. Түйіндей келе заң аясында қаланы дамыту үшін шешім қабылдауға қала әкімдігіне, қаланың мәслихатына тиісті қажетті барлық құзыреттерін берілді деп есептейміз. Заңның қабылдануы түркістандықтардың қаланы түркі халықтарының ортақ рухани орталығы дәрежесіне лайықты ету арманының орындалуында нық қадам деп сенемін. Алдағы уақытта үкімет пен өңірдің жергілікті атқарушы органдары мәслихаты осы заңды жүзеге асыру бойынша жұмыстарды толыққанды атқаратын болады. Нәтижесінде тынбай атқарылған бұл игі істер Түркістандай киелі мекеннің өркендеуіне және кемел келешекке бастар жолы болатынына орасан зор үлес қосады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі форумымыз жемісті болсын, ортада айтылатын ойлардың барлығы да нәтижелі болсын деп тілегімді айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет.